ішкі жан дүниесін таза қылуға тырысыңдар дейді. Ол ішкі жан дүниесін қалай таза қыламыз біз дегенде, баламызбен айтамыз: балам, егер бірдеңкені бүлдіріп қойсаң, мейлі 2 алып қой. Алланың атымен ант етем, мен сені жек көрмеймін ол үшін. Сондықтан сен оны келіп маған айт. Балам, әке, мен наны құлатып алдым. Әке, мен 2 алып қойдым. Біз ол кезде 2 алып қойдың ба? Онда қазір біз ертең сен 5 алатындай қыламыз. Сөйтіп сөзде дайында баланы әрбір сүрінген нәрсесі тарс еткізіп ұра беруге болмайды. Адам шықпай қалады одан. Көрдіңіз ба? Бірақ Алла Тағаланың несін қараңыз, заңдылығы қандай? Сол жерде оған: балам, ертең 5 алатындай қазір дайындаламыз деп осыны таңдайсыз ба? Әлде өй ақымақ деп басынан ұрып соны таңдайсың ба? Екеуін де бөгемейді. Осы жерде адам адасады. Ұрып